Сәлеметсіз, қош келдіңіз. Менімен жүріңіз. Шаңына шығып Эвересттің, өз-өзім мен ерегестім, сезімде ұмытып аруайымды мен бастадым. Жүріңіз жаққа. Бізде бірінші Аршын жасы 5-те ән вокалына жарысқа дайындалып жатыр. Жүріңіздер, тағы да көрсетейін. Қандай? Бізде Мақпалдың группасы актерский өтіп жатыр, эмоциялармен. Тағы да неха жүрсеңіздер болады. Бізде осындай кішкентай қыздарымыз осылай блог жүргізеді. Неки, көріп тұрғаныңыздай, Жастары нешеде? 8-де. Балам саған ұнап жатыр ма осы? Ұнағанына қуаныштымыз. Олай болса, Русланды біз осы жаққа қалдырып кетейік. Актерский сабаққа қосыла ғой, Руслан, бара ғой. Олай болса, екеуміз директорге барайық, жүріңіз. Жары. Қазір директорге барамыз, бағларын ашып айтасыз, сізге барлығын түсіндіріп беретін болады. Бізде қазіргі уақытта Көзімде алау, армандарға сендім. Іздемек табылар демекші, ұзаққа апарма уақыт өріші, таңдау сенікі қиылыста. Қайырлы күн, Гүлжан ханым, сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Менің есімім Нұржан Омаралы, Мейрам киностудиясының атқарушы директоры боламын. Сіздің балаңызды жаңа біздің мамандар көрді. Руслан екен, жасы 11-де екен. Енді мына жерге жазыпты мамандар, балаңыз тұйық деп. Негізі бұрыннан тұйық пе еді балаңыз? Балам негізі үйде жақсы, бірақ ортада кірісіп кетпейді ғой. Өте тұйық, болашағын уайымдап, сіздерге алып келіп отырмын. Өте дұрыс жасадыңыз. Өйткені негізі қазіргі таңда бала ашық, жарқын болу керек қой. Кез келген ата-ана өзінің баласын басқа балалар сияқты күшті болған қалайды. Сондықтан еш уайымдамаңыз. Біз сіздің балаңызбен толыққанды жұмыс жасаймыз Русланмен. Өйткені оны біз топқа қосамыз. Сол топтың ішінде өзінің ағайлары бар. Қасында неше түрлі сіздің балаңызбен дос болып кететін балалар бар. Сол балалармен бірге спектакль ойнайды, көріністер ойнайды, өздерінің жаттауларын жаттайды, жаттығулар жасайды. Сол арқылы балаңыз толыққанды ашылып кететін болады. Жаңа өден бөлек және одан бөлек сіздің балаңыз ертең біздің фестивальға қатысады. Мейрам фестивалі арқылы сіздің балаңыз ертең өзін жарысады. Білесіз ба? Басқа топтармен жарысады. Сол кезде уже балаңыз ашылып кетеді. Неге? Өйткені команданың ішінде біз мына топтан озуымыз керек, мына бірінші орынды алуымыз керек деген сияқты баланың ішіндегі энергетикасы өседі. Ол деген сіздің балаңыздан өзгеріс жасай аламыз. Сондықтан еш уайымдамаңыз. Жұмыс жасап көрейік. Результатын бір айдан кейін көреміз. Даже балаңыз танымай қалса ертең. Маған өте қатты ұнап жатыр айтқандарыңыз. Енді сіздерге алдағы уақытта беретін боламын. Бүгін бастайық та, неге алдағы уақытта? Давайте келісім жасайық, Давайте. Онда қуаныштымын, Гүлжан ханым. Онда келісім шарт жасайтын кабинетке барайық. Сол жерде де толыққанды барлығын түсіндіріп. Жарайды.